Қайырлы таң, құрметті оқушылар. Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сын есім. Бүгін сендер сабақта мәтін мазмұнын болжауды, мәтінге сәйкес келетін мақалды анықтауды және мәтін ішінен сын есімді табуды үйренесіңдер. Ал ендеше балалар, тапсырмамызды орындап көрейік. Мәтіннің тақырыбы бойынша мазмұнын болжа. Тақырыбымыз балықшы мысық. Ал ойланып көрейік. Мәтінді түсініп оқы. Ал балалар, мен сендерге мәтінді оқып берейін. Мысық өзенге балық аулауға барады. Қармағын суға салады. Оған шабақ түседі. Бұл кішкентай балық қой, деп ойлайды мысық. Қармағына құртын іліп алып, тағы да суға тастайды. Бұл жолы қармаққа алабұға түседі. Алабұға да онша үлкен емес, деп ойлайды. Қармағын үшінші рет тастайды. Қармаққа үлкен шортан балық түседі. Ол мысықты суға сүйреп әкетеді. Ал енді балалар, тапсырмаға назарымызды аударайық. Мәтіннен сын есімдерді және күрделі зат есімді тап. Іске сәт, мұқият ойланыңдар. Ойланып болсақ, балалар, тексеріп алайық. Қане, қандай сын есімдер бар екен? Кішкентай және үлкен деген сын есім бар екен. Сұрақ қояйықшы, балалар. Қандай балық? Кішкентай балық. Қандай шортан? Үлкен шортан. Бәрекелді. Ал енді күрделі зат есімді табайық. Алабұға. Тамаша балалар. Келесі тапсырмаға көшейік. Оқыған мәтіннің мазмұнына сәйкес келетін мақалды анықта. А жауабы: еңбек түбі береке. Б жауабы: азға қанағат қылмаған көптен құр қалады. С жауабы: ас адамның арқауы. Ал ойланайық. Ойланып болсақ, балалар, жауабымызды тексерейік. Дұрыс жауабы, балалар, азға қанағат қылмаған көптен құр қалады. Себебі бұл жерде балықшы мысық басқа балықтарды менсінбей, қарны тоймайтындай ойлап, қанағатсыздық білдірді, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Бәрекелді. Ендеше келесі тапсырмамызға көшейік. Үшінші тапсырма: өлеңді қатесіз көшіріп жаз және сын есімді тап. Ал өлеңді оқып берейін. Алабұға ала балық, көрінеді адамға анық, арқасында тікені бар, жүрмесінші қадап алып. Ал ойланайық. Ойланып болсақ, балалар, жауабымызды тексерейік. Бұл жерде сын есім ала деген сөз екен, балалар? Таптыңдар ма? Бәрекелді. Сұрақ қояйықшы. Қандай балық? Ала балық. Дұрыс айтасыңдар. Сын есім
қандай деген сұраққа жауап береді? Дұрыс тапты деген ойдамын. Ал балалар, сендер алабұға туралы білгілерің келе ме? Ендеше тыңдай қойыңдар. Алабұға балығы туралы білесіңдер ме? Ал ендеше мен сендерге айтып өтейін. Алабұға Қазақстанның барлық су айдынында мекендейтін жыртқыш балық. Оның денесінің ұзындығы 40-50 сантиметр. Ал салмағы 2-4 килограмм. Қызық болды ма балалар сендерге? Тамаша, ендеше келесі тапсырмамызды орындайық. 4-ші тапсырма сын есімдерді тиісті зат есімдермен сәйкестендір. 1-ші бағанда сын есімдер берілген, 2-ші бағанда зат есімдер берілген. Ендеше сәйкестендіру тапсырмасын орындайық. Ал, мұқият бол балақай. Жауабымызды тексерейік. Жазық дала. Қандай дала? Жазық дала. Арық түйе. Қандай түйе? Арық түйе. Биік тау. Қандай тау? Биік тау. Ашық аспан. Қандай аспан? Ашық аспан. Бойшаң қыз. Қандай қыз? Бойшаң қыз. Қысқа жіп. Қандай жіп? Қысқа жіп. Сұр қоян. Қандай қоян? Сұр қоян. Жуас қой. Қандай қой? Жуас қой. Бәрекелді балалар. Ендеше бейне материалға назарымызды аударайық. Ғажап! Расында да балықтар әдемі екен. Мына балықтардың денелері жалпақ, бастары сүп-сүйір екен. Суда қозғалу оңай болу үшін көп балықтардың денесі ұзын, жалпақ, ал бастары сүйір келеді. Және денесінде сусымалы қабыршақтары болады. Қызық, тірейтін аяқтары да жоқ. Қалайша олар бір бүйіріне құлап қалмайды? Дана, сен оларға мұқият қарасаң, бүйірінде жүзбе қанаттары бар екенін көресің. Балықтар осы жүзбе қанаттары арқылы тепе-теңдік сақтап, жүзе алады. Ал құйрық балықтардың негізгі қозғалу мүшесі болып табылады. Сонда балықтың құйрығын олардың аяғы десе де бола ма? Иә, солай деуге де болады. Балықтар судың астында қалай тыныс алады? Олар желбезектер арқылы суда еріген оттегімен тыныс алады. Аквариумда тұншығып қалмас үшін оларға түтікше арқылы оттегін жібереді. Ал өзендер мен көлдердегі балықтарға оттегін кім жібереді? Өзендер мен көлдердің беті ашық, әрі ауданы үлкен болады. Сондықтан оттегі молынан жетеді. Оның үстіне су астында да неше түрлі өсімдіктер өседі. Ал олардың оттегін бөліп шығаратынын білесің. Аквариумда өсімдіктер өсіріп қойғаны сол екен ғой. Иә, әрі әдемілік үшін де өсіреді. Бейне материалдан балықты сипаттайтын сын есімдерді тауып жаз. Мұқият бол. Ойлан. Ал тексерейік. Балықтың денелері қандай? Жалпақ, ұзын. Тамаша. Балықтың қанаттары қандай? Жүзбе қанаттары. Тамаша.
балықтың бастары қандай? Бастары сүйір екен. Тамаша балалар, жалпақ, ұзын, жүзбе, сүйір сөздері қандай деген сұраққа жауап беріп, сын есім сөз табына жатады. Қалай балалар? Сендерге барлығы түсінікті болды ма? Ендеше өзімізді бағалау дескриптор арқылы бағалайық. Мәтіннің мазмұнын болжауды білдім. Мәтіннен сын есімдерді анықтай алдым. Мәтіннен сын есімдерді тауып жазуды үйрендім. Сын есімдерге сұрақ қоя алдым. Неліктен сын есім екенін дәлелдей алдым десеңіздер, 5 балл қойып, өзіңді бағала. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Сау болыңыздар.